Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді кері байланысқа қолдануға болатын керемет бір платформамен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін әдеттегідей біз браузерге кіреміз, өзіміздің Google аккаунтымызға кіріп, іздеу жолағына Mentimeter деп жазамыз. Шыққан ең бірінші сілтемеге өтеміз, mentimeter.com. Бізге ағылшынша бетке түседі. Ағылшын бетін автоматты түрде орыс тіліне аударылады. Болмаса өзіміз тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, перевести, менде енді қазақ тіліне таңдалып қойған, перевести на казахский язык дегенді басамыз. Бізге бетіміз қазақ тіліне аударылды. Енді мына жерде мінекей оң жағында, жоғарғы жағында тіркелу, жүйеге кіру деген екі батырма тұрады. Соның біз ең бірінші, егер бұл платформаға тіркелмеген болсақ, ең бірінші тіркелу жұмысын жүргіземіз. Тіркелуді басып, өзіміздің жаңағы атымызды, почтамызды және паролімізді құрып тіркелсек болады. Болмаса өзіміздің жаңағы Google аккаунтымыз арқылы тіркелсек болады. Енді мен бұл сайтқа уже тіркеліп қойғанмын. Қазір мен тек қана кіруім керек. Кіріп кетеді, қазір. Бұл сайтқа мен уже тіркелгенмін. Менің аты жөніммен уже кірді сайтқа. Енді біз сайтқа кірген кезде бізге осындай беттер ашылады. Бұл сайтта кері байланысқа өте жақсы осындай оқушылармен болсын, семинар, тренинг, жаңағындай коучинг өткізіп, кері байланыс алу керек болатын болса, осы арқылы өте тиімді алуға болады. Бір қолайлысы, бұл жерде жаңағындай сұрақтарыңызды қоясыздар, қанша адам сіздерге қай жауапқа жауап бергенін, қаншалықты адам жауап бергенін бірден көре аласыздар. Ол үшін New Menti дегенді басамыз мінекей. Яғни жаңадан кері байланыс құралын құру керек деп бастық. Осы басқан жерден бізге мінекей осындай презентация секілді слайд, бірінші слайдымыз ашылды. Бірінші слайдта біз не істейміз мінекей? Бұл бетті де қазақ тіліне аударып алсақ, нөлден бастаңыз, сөз бұлттары, сауалнамалар, викториналар және тағы басқа көмегімен түсінік алыңыз дейді. Үлгіні пайдаланыңыз, үлгілерімізді шолып, өзіңіз үшін тамаша үлгіні таңдаңыз, яғни шаблондар, PowerPoint, Keynote немесе PDF файлын Mentimeter қолданбасына жүктеп салыңыз дейді. Егер біз мына жерде үлгіні пайдалану дегенді басатын болсақ, мына жерден біз жаңағындай примерді қараймыз, міне кездесуден шығу дейді. Яғни бұл жерде қандай да бір сөздерді мінекей осындай кез келген немен жазатын болады. Мысалы сұрақ қоясыз, ал сұраққа сіздер жаңағы қатысушыларыңыз сіздерге осындай әрбір сөзді жазады, сөзіңіз осылай қосылып отырады. Мына жерде мысалы сіз сұрақ қоясыз және сізге осындай баған бойынша жауаптар саны бойынша түсіп отырады. Апталық басымдықтарды жинаңыз дейді. Яғни мысалы маған сабақ ұнады деген 3 болса, онда осы жерге бәрі жинала береді. 3 жауап осындай болды, 1 жауап мынандай болды деген сияқты. Келесілер, мысалы, кездесу импульсын тексеру дейді. Яғни бұл жерде уже импульсивті жаңағындай сұрақтарыңыз және варианты ответов дейді ғой, жауаптарының нұсқалары қаншалықты жиналғаны көрініп тұрады осылай. Мынау да соған байланысты. Енді мынау how did you, мінекей мына жерде бізде сұрақ тұрады және қанша пайыз дауыс жиналғанын көрсетіп тұрады. Осы сияқты шаблоннан алсақ болады. Шаблоннан мына барлық шаблондар, мысалы мына тренингке бөлек берілген мына жерде, жаттығуларды тіркеу дейді мысалы. Мына жерде стрессті басқару тренингі дейді. Команда құру мына жерде. Мұзжарғыштар командасымен танысыңыз дейді. 5 слайдтан тұрады екен. Топ құру викторинасы дейді.
осы сияқты жаңағындай шаблонды алып құрастырсақ болады. Болмаса нөлден бастаңыз. Өзіңіз викторина, яғни жаңағындай слайд құратын боласыз. Енді мен осы нөлден бастау дегенді көрсетіп кетейін сіздерге. Осы жерден мысалы біз осындай бір ең қарапайым түрін алайық. Мінекей мысалы осындай бірінші нұсқа, екінші нұсқа, үшінші нұсқа деген сияқты. Енді бұл жерде басамыз үстінен, бізге осындай бет ашылады. Мына жерге өзіңіздің сұрағыңызды қоясыз. Енді бізде бұл кері байланыс болғаннан кейін мысалы біз сұрағымызды қояйық. Ашық сабақ сізге ұнады ма деп. Алдымызда апталықтар болып жатыр, апталықтар келе жатыр. Ашық сабақ сізге ұнады ма? Мына жерде мысалы бірінші нұсқа дегенді өшіріп тастасақ болады. Мінекей бірінші нұсқа дегенді басамыз. Мінекей бізде мынау оң жағында option 1, option 2, 3 деп нұсқалар жазылған. Енді option 1 деген жерге мысалы дейміз. Бұл жерге бізге жауап нұсқаларын жазамыз. Жоқ, сабақ, ашық сабақ маған жоқ. Болмаса бұдан да жақсы өткізуге болады деген сияқты. Бұдан да жақсы сабақ тосамын. Тағы да сұрақтар, мына жерге нұсқаларды енгізе беруге болады. Егер керек емес болса, крестикті басып, өшіріп тастасақ та болады. Енді бұл жерде сіздер мінекей осы нұсқаны сілтемесін алып балаларға таратсаңыздар болады, мұғалімдерге, балаларға. Болмаса мынандай круговой сияқты қылдырып көруге болады. Болмаса мынандай мысалы пирог дейді, яғни бөліктерге бөліп, болмаса әрбірін мысалы бөлек осындай домалақтармен көрсек те болады, нүктелермен. Деген екеу, жоқ деген үшеу деген сияқты мінекей мысалмен көрсетіп отыр. Мен сіздерге пока осы диаграмманы көрсетейін. Енді сұрақты қойдық, жауап нұсқаларын жаздық. Енді қараңыздар, Menti.com сайтына қосылыңыз, кодты пайдаланыңыз. Яғни осы сайтқа кіріп, мына кодты жазатын болсаңыз, сіз осы бетке түсесіз. Немесе осыны жазып болғаннан кейін бұны біз бөлісу батырмасын басу арқылы жаңағы неге таратсақ болады. Мінекей мына сілтемесін көшіріп алып басқаларға таратсақ болады. Болмаса QR кодты жүктеп алсақ болады. QR кодты мінекей жүктеп керекті жерге жібереміз. Болмаса осы жерді ашып қойып бірден осы сіздің бетіңізге түседі. Енді мінекей редакторлар дегенге тек сіз ғана өңдеуге болады дейді. Болмаса жұмыс кеңістігіңіздегі кез келген адам дейді. Таңдалған тұлғалар ғана болмаса редакторлайды. Слайдтар дейді. Барлық қатысушылар қол жеткізе алады сілтемені көшіру, яғни бұл сілтеменің көшірмесі арқылы. Слайдтарды ендіру, кодты көшіру арқылы. Қатысушылар, сілтемесі, дауыс беру коды немесе QR коды бар кез келген адам қосылып, Mentiмен әрекеттесе алады. Яғни мінекей, мысалы мен сілтемені көшіріп алдым. Енді басқа бір вкладканы ашайын. Сол вкладкаға қойып, жаңағы сілтемемізді, егер дауыс беретін болсам. Мінекей, маған осындай бет ашылды. Енді бұны мен кішірейтіп алсам. Мінекей, кішірейтіп алсақ, бізге көрінеді де. Енді үлкен кезінде, егер жоқ болып кетіп жатқан жағдайда, негізі бұл телефон арқылы көрінеді. Енді егер компьютерден, ноутбуктан көрсеткен болсаңыздар, осылай экран бетін кішірейтіп алсаңыздар, сізде сұрақтарыңызды шығады, және вариант нұсқаларыңыздың жауаптарды шығады. Ашық сабақ сізге ұнады ма? Дегенді басып жіберем.
Так, жібердік. Енді бетті жауып тастаймыз. Енді өзіміздің жаңағы немізге барамыз. Көрдіңіз бе, мінекей, ашық сабақ сізге ұнады ма дейді. Мінекей, я деген. Мен қазір бетімді жаңартайын. Мінекей, жаңарттым бетімді, я. Менде жаңағы жауап берген бір сұрағым жауабым шықты. Жоқ деген 0, бұдан да жақсы сабақ тосамын деген 0. Бұны сіз өзіңіздің компьютеріңізден, соткаңыздан көріп отырсаңыз болады. Енді бұл жаңағындай кері байланысқа өте жаңағындай оңай деп ойлаймын. Экранға бірден көрсетіп отырасыздар, қаншалықты не екенін. Мысалы, мына жерде мен редактировать етуімізге де болады, Онда егер де бір қандай да бір редактирование жасайтын болсақ бұл жерге, онда бізге қайтадан ссылкасын көшіріп, чар дегенді басып, ссылканы көшіріп, қайтадан жаңадан жіберу керек болады, өзгерткен болсақ. Жақсы, енді осы сіздерге түсінікті, және өздеріңіздің сабақтарыңызда игіліктеріңізге қолданыңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Менің арнама тіркеліп, жаңа да сабақтарымды бірге көріп отырайық. Жақсы пікірлеріңізді комментарияға жаза отырыңыздар. Менің арнама тіркеліп, қазақша контент каналды қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна, рахмет. Сау болыңыздар.